Body parts. Дене мүшелері. 5-ші тапсырма. Listen, point, and repeat. Then number. Тыңдаңыз, көрсетіңіз және қайталаңыз. Және де суреттер мен сөздерді сәйкестіру керек. Видеоны қарап, тыңдап, қайталап және көрсетуіміз қажет. Head, head. Hair, hair. Eyes, eyes. Ears, ears. Nose, nose. Mouth, mouth. Hands, hands. Legs, legs. Head, hair. Eyes, ears. Nose, mouth. Hands, legs. Head, hair. Eyes, ears. Nose, mouth. Hands, legs. Енді бірге сөздерді суреттермен сәйкестірейік. Біріншісі, мысал ретінде берілген hair, ол екінші суретте бейнеленген, я? Сондықтан 2 деп жазылған. Legs, аяқтар. 8-ші суретте берілген, 8 деп жазамыз. Nose, мұрын. 5-ші суретте берілген. Head, бас. 1-ші суретте. Hands, 7-ші суретте. Ears, 4-ші сурет. Mouth, 6-ші сурет. Eyes, 3-ші сурет. 6-шы тапсырма. Rearrange the letters and write the words. Бізге әріптер орындары ауыстырылып берілген, соларды дұрыстап қойып, сөздерді жазуымыз қажет екен. Біріншісі мысал ретінде берілген, мысықтың басы көрсетіліп тұр, яғни head. 2-ші mouth. 3-ші eyes. 4 ears. 5 nose. Және соңғысы legs. Have got, has got конструкциясы қашан қолданылады? Әдетте бір заттың біреуге тиесілі екенін білдіру үшін бұл конструкцияны қолдануға болады. Мысалға, I have got a book. Менің кітабым бар. Немесе he has got a book. Оның кітабы бар. Яғни, кітаптың маған немесе оған тиесілі екенін көрсетіп тұр, я? Have got біз I, you, we, they мен қолданамыз. Has got-ты he, she, it пен қолданамыз. Бұл конструкцияны тағы да сыртқы келбетті сипаттаған кезде қолдануға болады. Мысалға, I have got blue hair. Менің көк шашым бар. Немесе менің шашым көк. She has got red hair. Оның шашы қызыл. We have got big mouth. Біздің
үлкен аузымыз бар. Немесе біздің аузымыз үлкен. Және бұл конструкцияны толықтай жазбай, қысқартырып жазуға да болады, төменде берілгендей етіп. 7-ші тапсырма. Complete. Use have got or has got. Толтырыңыз, have got немесе has got қолданыңыз. Біріншісі мысал ретінде берілген екен. We have got green eyes. Біздің көзіміз жасыл. Екіншісі, Нұрлыбек has got big hands. Нұрлыбектің қолдары үлкен. Үшіншісі, they have got brown hair. Олардың шашы қоңыр. Төртінші, I have got a small nose. Менің мұрным кішкентай. Бесіншісі, my sister has got red hair. Менің әпкемнің шашы қызыл. Алтыншысы, you have got a small head. Сенің басың кішкентай. 8-ші тапсырма. Count and write. Then say. Санаңыз және жазыңыз. Кейін айтыңыз. Суретке қараймыз. Сурет бойынша бір аузы бар екен, сондықтан бір деп жазылып қойылған. Енді көзі нешеу, соны санаймыз. 4 көзі бар екен. 4 деп жазамыз. Неше мұрны бар санаймыз. 3 деп жазамыз. Құлақтары нешеу? 3. Қолдары 4 және аяқтары 5. Енді мысалда берілгендей етіп сөйлемдер құрастырамыз. It has got one mouth. Оның бір аузы бар. It has got 4 eyes. Оның 4 көзі бар. It has got 3 noses. Оның 3 мұрны бар. It has got 3 ears. Оның 3 құлағы бар. It has got 4 hands. Оның 4 қолы бар. It has got 5 legs. Оның 5 аяғы бар. 9-ші тапсырма. Listen and number. Тыңдаңыз және сандарды қойып шығыңыз. 1. He's got red hair and green eyes. 2. She's got red hair and green eyes. 3. He's got black hair and green eyes. 4. She's got black hair and blue eyes. Біріншісінде оның шашы қызыл және көздері жасыл деп айтылды. Екіншісі, оның шашы қызыл және көздері жасыл деп айтылды. Үшіншісінде, оның шашы қара және көздері жасыл деп айтылды. Және соңғысында төртіншісі, оның шашы қара және көздері көк деп айтылды.